Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, сіздермен бірге біз айтсақ хабары. Бүгін біздің қонағымыз Махамбет атындағы мемлекеттік университеттің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты, облыстық мәслихаттың депутаты Жақсығалиев Жаңабек Жаңабайұлы. Қош келдіңіз. Сізбен сұхбаттасардан бұрын ғаламтор бетінен азғырма ақпарат жинап едік. Мыңдаған ақпарат алып шықты. Мұның ішінде бір ең ерекшесі елбасының рухани жаңғыру туралы бастамасына үн қосқан мақалаңыз екен. Жалпы осы мақалада небір өзекті мәселелерді көтергенсіз. Бұл ретте мына ұлттық кодты ерекше өтуге болады. Бұл туралы пікіріңізді білсек деп едік. Қалай сақтап қалуға болады осындай бір алмағайып заманда? Дұрыс айтасыз. Жалпы елбасымыздың рухани жаңғыру болашаққа бағдар стратегиялық мақаласында ұлттық сана, ұлттық код, ұлттық бірегейлік, ұлттық дәстүр деген әңгімелер көп. Енді жалпы сол мақаланың түйінінің өзі мына тәрбие ұлттық болу керек те, білім, ғылым, технология, инновация әлемдік болу керек дегенге саяды ғой. Енді мен мына әңгімені мынадан бастағым келіп тұр. Жалпы біз бұл мақаланың өзі екі тараудан тұрады. Бірінші тарау 21 ғасырда ұлттық сана деп аталады. Біз ұлттық санамыз көмескіленген халықпыз. Оны ашық айтуымыз керек. Бірінші 3 ғасырдай бодан болып ұлттық санамыздан айырылдық. Ұлттық санамыз біздің ұлттық санаға антипод мағынада қолданылатын құлдық сана деген түсінік бар тарих ғылымында. Ол бір, екінші жаһандану келді. Ел тәуелсіздігімен бірге екі нәрсе келді. Біреу капитализм, екінші жаһандану. Енді мына Никколо Макиавелли дейтін итальян ойшылы бар. 15-16 ғасырда өмір сүрген. Сол біздің университеттерде саясаттану пәнінен соның кітаптары оқытылады. Государ деген кітабы бар. Тақсыр, билеуші деген. Біз әртүрлі аудиторияларда жиі айтамыз осы кісінің лекциясындағы үзіндіні. Өйткені ол осы қазіргі жағдайда біз үшін маңызды. Ол кісі былай дейді: ұзақ уақыт құлдықта болған халық еліне деген құштарлықтан, отансүйгіштіктен, ұлтжандылық, елжандылық, имандылық сияқты асыл қасиеттерден айырылып, бойына құлға тән мінездер, жарамсақтық, жағымпаздық, екіжүзділік, сатқындық, опасыздық сияқты қасиеттерді сіңіргенін өзі де сезбей қалады дейді. Ұрпақ бұндай рухани дерттен кемінде бір-екі буын, бір-екі поколение дейміз ғой, ұрпақ алмасқаннан кейін ғана сауға бастайды екен. Енді бір буында 25 жыл, екі буында 50 жыл, үш буында 75, төрт буында 100 жыл бар деп есептейміз. Әкесі, баласы, немересі, шөбересі. Шамамен бір ғасырда 4 буын деп тарих ғылымында есептелінеді. Ал сонда көріп отырсаңыз, біз мысалға тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болып жатыр қазір. Бір буын ауысты, 25 жыл. Екінші буынға кетіп бара жатырмыз. Ал біздің қазақаң 50 жылда ел жаңа дейді. Біздің мына көп мәселелерде тұйыққа тіреліп отырғанымыздың себебінің өзі сол. Ұлттық сананың деградацияға түсуі, ұшырауы. Бұл бір. Екінші, осы қазір ұлттық сана бағытында бұқаралық ақпарат құралдарында жалпы елімізде жетекші рөл атқарып жүрген Омар Жәлел деген әріптесіміз бар, ағамыз, замандасымыз. Сол жиі айтады, бұрын қазақ баласын қалай тәрбиелейтін еді? От болмасаң шоқ бол, шоқ болмасаң жоқ бол деп тәрбиелейтін еді. От энергия, от намыс, от қуат. Қазақ айтады, атаның баласы болма, адамның баласы бол дейді. Құдайым бала берсең, сана бер дейді. Осы отарлау дәуіріне дейінгі осы мінез ұлттық сана қалай өзгерді дейді. Ол бірте-бірте біз білеміз, мысалға 18-19 ғасырдағы қазақ даласындағы азаттық үшін күрескен, ат үстінде шәйіт кеткен, түрмеге тоғытылған, ит жеккенге Сібірге айдалған, атылған, асылған кілең ұлтымыздың от тұлдары, тек тұлдары, намыс тұлдары еді. Енді біз қарап отырсақ, мына біздің енді Орал қаласында мына Сырымды атылының ескерткіші тұрған жерде қазір кезінде Исатай мен Махамбеттің көтерілісіне қатысқан жігіттері дүре соғып, осы өмірін, саналы ғұмырын зерттеушілік Исатай Махамбет көтерілісіне арнаған Исатай Насекенұлының деректері бойынша жер аударған. Сібірге, Финляндияға кеткен мына Махамбет айтады, Исатайдың ұлы Жақияды, Жақия жауды көрсе ақияды дейді, мықты батыр болған. Ал ұлттың рухын сындыру. Болмаса мына 40 тұрба Оралдағы бәріміз білеміз. Мына Иса Тіленбайұлы мен Досан Тәжүлінің көтерілісі болды 1870 жылы Маңғыстауда. Оған ақтаулықтар, маңғыстаулықтар ескерткіш орнатты.
дәл сондай көтеріліс біздің Орал Торғайда болды. Сейіл Түркебайұлы, Беркін Оспанұлы деген ұлт-азаттық көтерілістің көсемдері болды. Сол Сейіл Түркебайұлы мына біздің Құрықтырбада сотқа шейін ұрып өлтірген. Бұны мен неге айтып отырмын? Жаңағы Омар Жәлелдің сөзінен шығады. Енді елде қазақ бұрынғыдай от бол, жоқ бол деген әңгіме айтқан жоқ. Балам аман жүр, балам көзімде қарай жүрсең болды. Тірі жүрсең болды. Дұрыс айтасыз. Тек жүрсең тоқ жүресің. Сөйтіп ұлттық біздің сана өзгеріске түсті. Бірнеше бұл енді ғасырлар бойы жүрген процесс. Енді тарих ғылымында неоколонизация, деколонизация дейтін термин бар. Деколонизация деген отарсыздану, отаршылдық санадан арылу деген сөз. Неоколонизация, жаңа колонизация, отаршылдық деген сөз. Ал егер деколонизация саясаты сәтті жүрмесе, яғни отаршылдықтан айырылу, ол халық неоколонизацияға ұшырайды екен. Или бұрынғы өзінің бөлініп шыққан метрополия еліне қайтып түседі, или басқа елдің жаңа отаршылдығына ұшырайды. Сондықтан қалай болғанда да деколонизация саясаты. Мына рухани жаңғыру бізде басталғаннан кейін осындай әңгімелер зиялылар тарапынан айтыла бастады. Себебі бұл отаршылдықтан арылудың басы деген сияқты әңгімелер. Мұса пайғамбардың да өзің соңынан қауымын 40 жыл бойы ертіп жүрген, иә? Ол да жаңа буын алмастырып, соның бәрін ұмыттыру үшін. Дұрыс айтасыз. Ол ондай әңгіме бар. Ол енді жаңаға келіп тұр ғой. Онсыз болмайтын болып тұр ғой. Жалпы енді рухани жаңғыру туралы көп жерде жиі айтылады. Жалпы сіздің ойыңызша маман ретінде рухани жаңғыру жалпы адамда, қоғамда қалай жүрген жөн болар еді? Қалай дұрыс жүру керек? Енді манағы айтқан ғой, бұл адамның санасына байланысты нәрсе ғой. Бұл енді басында әзіл шыны аралас, рухани жаңғыру деп кез келген шараны алып солай нетіп жүрді ғой, ұйымдастырып. Бұл өзі балабақшадан, мектептен, манағы айтқан өзі елдікті түзеудің өзі жылдарға созатын процесс, эволюциялық процесс болғаннан кейін бұл да солай жүру керек. Бұның кәдімгі қазанын қайнатып, үлкен теориясын жасап, енді қазірде шүкір көп нәрсе жүріп жатыр ғой, рухани жаңғыруға байланысты. Бірақ ұлттық иммунитетті күшейтетін көп жоспарлар әлде керегірек сияқты көрінеді. Біздің енді қазіргі жағдайымызда. Мысалы, мен солай деп есептеймін өзім. Оны неге айтып отырмын? Оны айтып отырған себебім, қазір жаһандану келді уже бізге. Жаңа шет жағасын айтып қалдық. Глобализация. Интернет заманы келді. Біз әлемнің бір бөлшегіне айналдық. Мен сізге бір мысал айтайын. Осыдан 1-2 жыл бұрын алтын домбыра айтысы болды осы Оралда. Нұр Отанның үлкен залында 800 кісіге жақын. Сонда керемет ұлтымыздың кәдімгі бір асыл өнері ғой айтыс. Залда қарасаңыз, үлкен аға буын отыр негізінен. Орта буын азаңдау, жас буын мүлде жоқ. Бұл нені көрсетеді? Мысалға біздер студент болған кезде, кейін жас мұғалім болған кезде айтыстың көрермені болдық. Айтыс біздің буын солай болды, жалғыз біз емес, біздің буын солай болды. Ал қазір басқа құндылықтарға сүйенген буын өсіп келе жатыр дегенді білдіреді. Ол айтыстың көрермені түгелімен жойылып кетті деп айта алмаймыз, әлі де бар. Бірақ кейінгі жас буынның көзқарасы басқа. Қызығушылығы бөлек. Қызығушылығы басқа. Мысалға біз енді қазірде айтып жүрміз ғой, мысалы дәстүрлі ән айтатын жастардың арасында әншілердің сирегендігі деп. Ал енді мына айтыс сияқты өнер. Кезінде енді біздің 90-шы жылдары заман қиын болды. 91-ші еліміз тәуелсіздік алғанда бізде 7 миллион қазақ болды деп айтамыз. Оның жартысы өзінің ана тілін білген жоқ деп айтамыз. Сол аз қазақтың телевизордың алдына байлақпайды, көгілдір экранның. Айтыс өнері. Иә. Ал қазір өзіңіз жайлап ойлап қарасаңыз, ақпарат заманы келді. Ақпарат мол қазір. Сонда ағыстырып шығарып жатыр. Ең керегін, ең маңыздысын адам, ең қызықсын ірікте болады. Оны қалай деп айтуға болады? Мысалға, кешеден де көріп отырсыңыз, қазір енді өзіміз ана тілімізді тұғырына қондыра алмай жатқан кезде, отаршылдықтан әбден езіліп, жаншылып қалған ұлтпыз. Ана сөзіміз бар ғой қазір. Отаршылдықта ұзақ уақыт құлдықта болған халықтар өзінің қожайынының тілінде сөйлегенде өзіне сән санайды, мәртебе санайды деген сияқты. Мына енді ол аз болғандай, қазір ата-анасы 2 ауыз орысша білмейтін, мына интернеттің арқасында мультфильмнің жас ұрпағы өсіп жатыр. Оған ешкім кінәлі емес, оған глобализация.
қазақ мультипликаторлары әлемдік бәсекеге төтеп бере алмай жатыр деген сөз. Кешеден де министріміз Айды Балаева 2 миллиард ақша аударып, ең мықты контенттерді қазақшаға аударамыз деп мәселе көтеріп жатыр. Ол біз оны аударып болғанша ол басқа жаңа контенттер, жаңа трендтер шығуы мүмкін. Ал бұның барлығы ұлт қауіпсіздігіне, болашаққа қауіп нәрселер. Я болмаса келіп отырған радикалды діни ағымдар, өңкей қара көздердің. Бұл да жаһандану. Оны біз түсінейік, түсінбейік. Интернет күшінің, құралының мына заманда бәрін ығыстырып бара жатырған. Я болмаса субмәдениет дейміз. Жастардың еліктеп отырған, кәріс жастарына еліктеу. Енді бұған жоғарыдағы айтылған тек қана ұлттық иммунитет қарсы тұрады. Бұған өте терең ойластырылған, ұлттың алдын қатарлы ақыл ойын ұлттық бағыттағы ұйымдастырып, мәселелер болмай жатқан жоқ, болып жатыр ғой. Но бірақ әлі де тереңірек нәрселер керек. Алдағы 20 жылда қалай жағдай болатынын енді көзге елестетудің өзі қиын. Енді қазір ақпарат заманы деп жатырмыз ғой, өйткені ұялы телефон болсын, теледидар, тіпті қалай бір интернеттен де адам өзіне керегін тауып алады. Мысалы, баласын тыныштандыру үшін ата-анасы қолына жаңа телефонды береді, содан қарайды түрлі мультиктерді. Енді бірнеше рет осындай өзімізде кездестірдік. Тілі енді ғана ашқан сәби бірден жаңа орысша немесе ағылшын тілінде болған оқиға. Дәрігерге көрсе, сізді балаңызға жаңағыдай орыс тілінде мультиктер көбірек қаратқансыз. Балада кері байланыс болмайды да, жаңағы соны қазақша сөйлей алмайды да, бірақ орысша жақсы түсінеді. Сондай жағдай болды. Бұл ретте айтайын деген, менде осы ұлттық иммунитетті күшейту үшін, осы кішкентай жас буынды сақтап қалу үшін, өзінің ана тілін игеру үшін не істеу керек? Жалпы енді осы саладағы жұмыстанып жүрген азаматтар бар ғой. Зиялылар бар, мамандар бар, ғалымдар бар. Үлкен программа керек қой. Ұлттық мәселеде. Идеология құрып, ұлттық бұл идеология бәрі бір-бірімен байланысты ғой. Қайталап айтам, балабақшадан басталу керек барлығы. Балабақша, мектеп, колледж, университет ары қарай жүйелі жүру керек. Ана әлемдік баланың қазіргі жаңағы енді өзіміздің туысқандарымызда да бар ғой. Өзіміздің де балдарымыз бар, немерелеріміз бар. Мультик дегеннен шығады. Оны көріп отырмыз. Соңғы 10 жылда пайда болды. Алдыңғылар бұлай болған жоқ. Ал енді оны билікте біліп отыр қазір, енді жаңа кешегі министрдің несі. Енді осындай уақытта жұмыстар содан кем емес болу керек қой біздің неміз. Контенттеріміз, содан кем емес болу керек. Ол қай кезде де бәсекеде жақсы нәрсе үстемдік етеді ғой. Жақсы нәрсе алға шығады ғой. Тартымды, қызығушылығын баланың тез баурайтын, ақыл ойын санасын нәрсе жеңіп кетіп тұр ғой. Енді тарих ретінде пікіріңізді білсек деп едік. Қазір енді тәуелсіздік алғалы бері еліміздің арғы бері тарихы зерттеліп жатыр ғой, үлкен еңбектер жазылды. Жалпы өзіңіздің ойыңызша ел тарихының әлі де зерттеуді қажет ететін қай тұстары, қай кезеңдер деп айтар едіңіз? Қазақстан тарихы пәні дүниежүзі тарих сияқты 4 кезеңнен тұрады. Ежелгі, орта ғасыр, жаңа заман, қазіргі заман деп. Қайсысы ұқсап отыр екен? Бұның енді менің жеке өзімнің түсінігімде, пікірімде тәуелсіздік алғаннан кейінгі зерттеуге мүлде өзгерді. Подход дейміз ғой, әдіс тәсілдер өзгерді, методология өзгерді. Сізге бір мысал айтайын. Ежелгі Қазақстан тарихынан біз Совет үкіметіне дейін тек бір алтын адамды ғана білдік. 1969-70 жылы Алматы маңындағы Есік қорғанынан Кемел Ақышев ағамыз тапқан алтын адам. Біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасыр. Енді мына тәуелсіздік жылдарында 30 жылда қаншама алтын адам табылды. Одан кейін мына біздің Атырау, Аралтөбе, Жылой ауданынан Зейнолла Самашев деген ағамыз тапты. Екінші алтын адамның Сарматтардың. Турасы бірінші алтын адам сияқты, бірақ басында тәжі жоқ, коронасы. Одан кейін Әбдеш Төлеубаев ағамыз Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Шіліктіден 3-ші алтын адам тапты. Өкінішке орай ол кішкене тоналған алтын адам болып шықты. Одан кейін өзіміздің Тақсайдан, Теректеден Тақсай Ханшайым Талдай. Яна әріптесіміз. Яна Лұқпанова. Үржерден табылды, Шығыс Қазақстаннан. Тараздың қасынан табылды. Осы ана жылы Солицкіден табылды деп жатты. Біздің бұрынғы қазақтың жері ғой, Ресей, Оренбург. Алдыңғы жылдары әлеуметтік желілерде тарады, төрт қара деп айқайлап жатыр халық. Ақтөбенің жерінен табылды. Енді бұның барлығы бір 10 шақты болмаған мен жақындап қалды. Бұл нені көрсетеді? Бұл біздің тарихымыз енді тереңірек зерттеліп жатыр. Ондаған жүздеген әлі алтын адамдар шығуы мүмкін. Кезіндегі ол аңдық стиль
сол мәдениет қой. Мен тек ежелгі кезеңге байланысты айтып отырмын сізге. Бір ғана салыстырмалы не жасап. Иә. Ал қаншама басқада үйсіндеріміз бар, қаңлыларымыз бар, ғұндарымыз бар, сарматтарымыз бар деген сияқты. Ал орта ғасырлық кезең деп алып қарайық мысалға. Орта ғасырлық кезең ол да тәуелсіздік алғаннан кейін бұрынғы біздің берілген совет тарихындағы бағаға тұлғаларға байланысты мүлде жаңаша. Әлі күнге дейін қаламгерлердің қаламы суымаған тақырып Шыңғыс хан. Бүкіл интернет жарып отыр. Оны сіз жақсы білесіз. Енді Асқар Жұмаділдаев ағамыз ол Шыңғыс ханды қазақ деген өзгеріп кетеді дегенмен енді бір қалай деп айтуға болады? Қызығушылық. 2001-2003 жылдары Қазақстанның 25 газеті 65 мақала жазып, бұл Шыңғыс хан тақырыбы ғасыр дауы деген атқа ие болды кезінде. Енді біздің жазушыларымыз Мұхтар Мағауин ағамыз Шыңғыс ханды мақтады, Мұхтар Шағанов ағамыз сынады, пікір екіге жарылды. Сөйтіп қазақтың жазушылары араласып, қаламгерлер араласып, сол пікір. Енді мына Зардыхан Қинаятұлы деген бүгінде марқұм Моңғолиядан келген ағамыз, профессор, осы кезеңнің маманы үлкен кітап жазды. Мысалы Шыңғыс хан туралы. Оны енді кәсіби тарихшылар жақсы біледі. Бұны мен неге айтып отырмын? Міне сұрақ ол тарих ғылымы, ғылым үнемі үздіксіз жаңғырып отыратын процесс болғасын, ол тоқтамайды. Ол бізден де кейін зерттеледі. Немесе қазақ хандығы кезеңі бұл орта ғасырлық кезеңге жатады. Қазақ хандығы қай жылы құрылды деген мәселеде еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін бізде пікір бірлігі болған жоқ. Бір тарихшылар 1456 деді, бір тарихшылар 1458 деді, бір тарихшылар 1465-66 деді. Сөйтіп созып жүріп 2015 жылы қазақ хандығының 550 жылдығын тойладық. Ана Мұхаммед Қайдар Дулатидің қазақ хандығы 1465-66 жылы құрылды деген дерегіне иек артып, елбасы өзі солай шешім қабылдап. Енді жаңа заман, қазіргі заман деген кезеңі бар қазақ тарихының. Ол да кезінде патшалық Ресейдің, кеңестік Ресейдің ықпалында зерттелді. Біздің ұлттық мүдде тұрғысынан емес. Тарих ғылымында біз дворяндық буржуазиялық орыс тарихнамасы дейміз. Қазан төңкерісіне дейін. 1917 Қазан төңкерісіне шейін Маркстің Лениндік кеңес тарихнамасында дейміз. Тарихнамасы. Ал еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін осы кезеңдер туралы қаншама диссертациялар қорғалды, кітаптар жазылып жатыр. Әлі де жазыла береді. Сондықтан біз енді жоғымызды түгендеуге кіріскен неміз, халықпыз. Сондықтан мен дәл мына кезеңін зерттеу дегенде жалпы бізде сол процесс басталды, шүкір, әлі де жалғаса береді. Қай кезең болса да зерттеу керек. Зерттеу керек. Тарих ретінде пікіріңізді білгіңіз келеді. Құнды құжаттар қатталған мұрағаттар бұрын жұмыс істеу қиын болды, кедергілер болды ма? Қазір өзгерістер бар, осыны білейік деп едік. Бұрынғы тарихи деректерді біліп тексеру үшін жұмыс жасаған. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Енді тарих деректілік талап ететін ғылым. Тарих ойдан жазылмайды, тарих бір құжатқа сүйенеді, дерекке сүйенеді. Енді тарихтың жаңа айтқан түрлі кезеңдері бар. Мысалға ежелгі кезең, орта ғасырлық кезең, соған сәйкес Қытай деректері, араб парсы деректері, орыс деректері деп бөлінеді. Мына енді именно мұрағат дейміз, енді архив келетін болсақ, енді ашаршылық, репрессияға байланысты құжаттарға зерттеушілердің қол жеткен жоқ осыған дейін. Құпия саналып келді. Әлі құпия құжаттар бар. Мына соңғы ел билігі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасынан кейін бұл тақырып қозғалып жатыр. Еліміз бойынша саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөнінде. Онда да кәдімгі санаулы зерттеушілерге рұқсат етіліп, құпиясыздандыру мәселелері бар, құпия құжаттарды. Енді сен қозғалып жатыр. Ол толығымен әлі нетіп кете қойған жоқ. Ол бір. Екінші, жасыратын ештеңесі жоқ. Мына 18-19 ғасырдағы біздің құжаттарымыздың барлығы Ресейде жатыр. Ресейде. Ал ол құжаттардың барлығы бізге толық жеткен жоқ. Қазір енді жекелеген диссертанттар, магистранттар енді өздерінің тақырыбы үшін барады. Қазақша айтқанда бұралқыланып әркім өзінің тақырыбын зерттейді. Ал бұл әлі үйлеспейтін шаруа біздің ойымызша. Бұл бәленбай мыңдаған істер жатыр Ресейде, мемлекеттік деңгейде. Солардың барлығы алынып,
көшірмесі цифрландырылып электрондық нұсқасы әзірленіп елге әкеліну керек. 100 тонн бола ма, 1000 тонн бола ма, ол кезек күттірмейтін нәрсе. Сосын құжаттарында бір құпиялық мерзім бар ма? 100 жылға, 50 жылға деген сияқты. Ол міндетті түрде, ол жаңа айтқан мәселеге байланысты ғой. Ал енді тіпті ондай болмағанның өзінде де қазір Ресейде бір беттің құжатын жасау 1000 теңге, 2000 теңге, 5000 теңге құжаттар бар. Ол кез келген ізденушінің жағдайын көтермейді. Ал сондықтан мен жаңа айтып отырғаным мемлекеттік деңгейде керек нәрсе. Ол екінші, үшінші нәрсе, көп құжаттардың кезіндегі араб қарпімен жазылған түркі шағатай тіліндегі түпнұсқалары бар. Кезінде бұны қате аударған әдейі. Ал түпкі оригиналдағы аудармалары басқа. Бұл кезек күттірмейтін нәрсе. Оның мамандары да елімізде толық емес. Сол жаңа сіз айтып отырған орыс тіліндегі құжаттарды да, соның қасындағы түркі шағатай тіліндегі араб қарпімен жазылған құжаттарды да мемлекет деңгейінде қанша қаражат кетсе де елге жүйелі әкелсе, бұл үлкен шаруа болар еді. Және болашақта осы архив ісімен айналысатын, таза көп тіл білетін мамандар әзірлеу қазір күн тәртібінде тұр. Бұл да маңызды нәрсе. Ана академик Манаш Қабашұлы Қозыбаев ағамыз бір мақаласында жазды, орыс құжаттарын абсолютті түсіндіре беруге болмайды деп. Себебі ана аудармалар жасалған кезде әдейі бұрылмалаушылар болған. Ал ана түп нұсқасымен қарасаң, бүкіл мәселе басқаша болып шығуы мүмкін. Жалпы әлеуметтік желідегі парақшаңызда қазіргі қоғамдағы бір сондай бір жағымсыз келеңсіз құбылыстар туралы жиі жазасыз. Күншілдік болсын, көрелмеушілік, қызғаныш, бақа есеп болсын, басқа туралы болсын. Жалпы енді қазір адамзат ғарышқа ұшты, мына Илон Маск тіпті Марсқа сапар шегіп, ғарыш туристердің бәрін қолға алып жатыр да. Бірақ соған қарамастан техника, ғылым бәрі қанша дамымағанмен, адамның сол сана сезімі бір сол бұрынғы деңгейінде қалып қойған сияқты. Мысалы сол кезінде Абай айтқан жаңа күншілдік болсын, басқа да сол пайда күнемдік сондай қасиеттер қазіргі қоғамда әлі де бар. Әлі өзекті Абайдың сөзі. Бұл туралы не айтар едіңіз? Рахмет, Еркін. Енді біз күншілдік синдромы деген 45 бет компьютерге терілгенде шағын зерттеуімізді аяқтадық. Оның бірнеше бөлімдері бар. Енді біздің ауызекі тілде жалпы күншілдік деген әңгіме көп айтылады. Қазақ күншіл деген әңгіме көп айтылады. Бала кезімізден естіп өстік. Сосын енді мамандығымызға сәйкес тарихшы болғаннан кейін жалпы осыған кезіккен құжаттарымызды, кітаптарымызды жинақтап жүйелі келе біз бір өзімізше шағын танымдық тарихи зерттеу аяқтадық. Мына күншілдік тек ол қазаққа емес, адамзатқа тән нәрсе. Иммануил Кант деген неміс философ айтқан, адамдардың арасын алшақтататын үш нәрсе: билік құмарлық, байлық құмарлық, бақ құмарлық дейді. Ол енді тек қазаққа емес, жалпы адамзатқа тән нәрсе. Вольтер айтады, атақты француз классигі, жақсы адамның да дұшпаны болады дейді. Ол өте жақсы адам дейді. Жақсы адам манағы кішкене өзінен де жақсы адамды ептеп қызғанады, іштарлар жасайды дегендегісі ғой. Болмаса Гетенің сөзі бар, адамның білімі толысқан сайын оның дұшпандары көбейе береді дейді. Ал бұлар енді біреуі неміс, Гете, Вольтер француз, Кант тоже неміс. Конфуций айтады, егер тағы біреу жамандап отырса, ол жеңілген адам дейді. Сондықтан ол тек қазаққа тән нәрсе емес, жалпы адамзатқа тән нәрсе. Бірақ біз қазақтың өзіне тән күншілдігінің ерекшелігін ашуға тырыстық зерттеу барысында. Ол отаршылдықпен байланысты. Біріншіден, отаршылдықтан да бұрын біздің бойымызда біз көшпелі мал шаруашылығымен айналыстық. Біздің қауым болып өмір сүрдік. Содан туындаған нәрселерімді жаздым Фейсбукқа. Мына қазақта ағайынның арасында күншілдікке байланысты нелер өте көп. Бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды. Өз жұртың күншіл, қайын жұртың сыншыл, қайын жұртың міншіл, ең абзал нағашы жұртың сыншыл деген сияқты. Тағы көп ақ нелер бар, уақыт жоқ оның бәрін айтуға. Қазақтың. Бұл қауымдық тіршілікпен өмір сүрген халық болды. Біздің күнде көріп бір-бірін, психологтар айтады, күнде бір-бірін көретін адамдардың арасы жақсы болмайды.
жиі контактіге Алыстан сыйласу керек болып тұр. иә, қазақтың ағайынмен алыстан сыйласқан жақсы деген. Бұл да қазақ күншілдігінің бір ерекшелігі өзіміздің. Яғни адам қанша жасаған сайын бұл қасиеттердің бәрі де өзімен бірге жасай береді. Мысалға жапондарда адам жоғарғы лауазымға бара жатқан кезде арнайы тесттен өтеді екен қазір. Ол соның бойында қызғаныш, күншілдік сезімдерін анықтайды екен. Егер ондай сезім болса, ондай адамды ірі лауазымға жібермейді екен. Себебі ол өзінің қарауындағы өзінде талантты адамның өсуіне кедергі жасайтынын біліп, өркениет ошақтары. Енді біз енді ондай дәрежеге жете қойғанымыз жоқ, ашығын айту керек. Жаңа сіз енді рухани жаңғыруға байланысты, ұлттық кодқа байланысты қалай жетілдіреміз деген сұрақтар қойып отырсыз ғой. Бұл нағыз көп нәрседе біз жапондарға ұқсаспыз деп айтады ғой, жалпы халық ретінде. Жапон тәжірибесі, әлем тәжірибесі бізге керек. Енді анау сүйсінесің ғой, қарап отырып. Ондай көріп отырып. Жақсы әдіс екен. Жақсы әдіс қой. Ал енді патша үкіметі әуелі, кейін кеңес үкіметі бөліп алды, билей берді, біз бір-бірімізге қарсы қойды. Содан ұлт бөлінді. Ұлттың бойына бұл ұялады, тереңдеген бірнеше ғасыр бойы. Біз енді тарихта қарап отырсақ, ең бірінші жаңағы ірі билеушілерімізді бір-біріне қарсы қойды. Одан кейін, одан төменгі билеушілерді патша үкіметі ғасырлар бойы жүйелі жұмыстық түрде. Біз одан әлі арылғанымыз жоқ. Ол барлық адамның бойында бар. Сондықтан бізге де жапон тәжірибесі сияқты қысқа айтып айтқанда болашақта. Соның жолын кететін, болдырмайтын тәсіл керек. Сондай ізденістер керек. Жалпы әлемдік практикадағы бар нәрсе бұл енді орысша айтқанда ум істейтін халықтар бар. Бұл нені? Ақылмен, немен. Ал керісінше орта ғасырлық әдіс тәсілдермен атқаратын жағдайлар бар. Соны көз жеткіздік зерттеу барысында. Сұхбатыңызға рахмет. Өлке тарихының түгендеудегі еңбегіңізге тек қана сәттілік тілейміз. Еңбегіңіз жана берсін. Құрметті көрермен, бүгінгі хабарымыз осымен тәмам. Амандықпен көрісейік.